Тырнақ ұшының етті тесіп өсуі аяқ тырнақтарында жиі кездеседі. Тырнақтың мұндай зақымына үлкендер де балалар да ұшырай береді. Оған әртүрлі жағдайлар себеп болады. Дегенмен мұны тез арада емдетіп немесе алдын алмаса, арты үлкен мәселеге айналуы мүмкін. Достар, көрермендердің 94% видеоны каналға тіркелмей көреді екен. Еңбекті бағалап каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінде тырнақтың етке қарай өсуін оташылық жолымен емдейтіндер көп. Алайда жұлынған тырнақтың орнына шыққан жаңа тырнақ көбінесе сол бұрынғы тырнақтың ізімен ұшы етке қарай майысып, етті тесіп өседі. Сондықтан бұл ауруға бір ұшыраған адам оған қайта шалдығуы әбден мүмкін. Тырнақ ұшының етті тесіп өсуінің басты белгісі бақайда саусақта ісініп, қызарып қатты ауырады. Науқас үсті жабық аяқ киім кие алмайды, ұзақ уақыт тікесінен тік тұруы және қозғалып жүруі де қиынға түседі. Ауруы елемеген жағдайда тырнағы зақымданған башайдың қатты ауырып және ісініп, талаурап мүлдем өршіп кетеді. Ондайда тырнақтың түбі іріңдеп, көкшіл қызыл түске енеді. Содан іріңді инфекциялық кеселге ұшырайды. Бұл жағдай бара-бара дене қызуының көтерілуіне соқтырады. Басты себептері: аяқ киімнің тар болуы немесе қатқыл материалдан жасалып аяқты қажауы, жалпақ табандық және табанда басқа да кеселдің болуы, табанның тас қотыр, яғни грибок кеселге ұшырауы, тырнақтың тұқым қуалайтын зақымдары, тырнақты алған кезде оның ұштарына зақым келтіру, түбінен алып тастау, саусақтың башайдың түрлі жұқпалы кеселдерге шалдығуы, жарақаттануы. Тырнақ ұшының етті тесіп өсіп, саусақ пен бақайды іріңдетуі, әсіресе қант ауруына шалдыққан аяқтағы қан тамырлары зақымданған, қан айналымы бұзылған, денесіндегі ауруға қарсы тұратын күш әлсіреген науқасқа айрықша қауіпті. Ондайда бақайдың тырнағынан басталған кеселдің аяққа тұтас жайылып кетуі жиі кездеседі. Соның салдарынан тіпті кейде аяқтың зақымданған тұсын кесіп тастауға тура келеді. Етті тесіп өскен тырнақ ұшының зардабы бұлай ушықпауы үшін не істеу қажет? Әрине, тездетіп дәрігерге, яғни дерматолог немесе оташы маманға көріну қажет. Дәрігерге неғұрлым ертерек көрінсеңіз, емделу мен жазылу да соғұрлым жеңілге түседі. Алайда кеселді алдын алу немесе әрі қарай өршітпеу де өз қолыңыздан келеді. Ол үшін мына төмендегі талаптарды орындау керек. Бірінші, реті келген жердің бәрінде жалаң аяқ жүрген дұрыс. Екінші, кешкілік ұйқыға жатар алдында аяғыңызға фурацилин немесе марганцовка езілген жылы судан ванна жасаңыз. Мұндай ваннаны түймедақ секілді дәрілік шөптерді қосып әзірлеуге де болады. Кеселдің алдын алу үшін аяғыңызға қашанда қонымды, аяққа шақ аяқ киім киіңіз. Біз тұмсық аяқ киімдерден қашыңыз. Тырнағыңызды дұрыс алып үйреніңіз. Оны өзіңіз алсаңыз да, сән салондарында барып алдырсаңыз да, ұшын етке кірмейтіндей етіп доғалдап алдыртыңыз. Аяғыңызды, табаныңызды басқа кеселден қашанда сақтауға тырысыңыз. Жылына бір рет дерматолог дәрігерге көрініп, тексеріліп, тиісінше ақыл кеңес алып тұрыңыз. Есіңізде болсын, ауру асқынған жағдайда оны тек оташылық жолмен емдеуге тура келеді. Етті тесіп өскен тырнақты қалпына келтіруге кейде лазер де қолданады. Бұл емнің артықшылығы зақымданған тырнақтың орны бір аптаның ішінде ақ жазылып кетеді. Сонымен қатар бір емдегеннен кейін аурудың қайталануы сирек кездеседі. Сондай-ақ
Ауру тырнақты емдеуге радиотолқынды оташылық әдіс те қолайлы әсер етеді. Мұнда лазер сәулесінің орнын жоғары жиіліктегі радиотолқын алмастырады. Тырнақ грибогын емдеу. Қолдың тырнағындағы грибокты емдеу үшін кофені қою қылып шығарыңыз да тұнбасына саусақтарыңызды салыңыз. Шөкпелерді шайқамай салғаныңыз дұрыс. Бұл әдіс аяқтағы грибокты да жақсы емдейді. Өкшедегі қалыңдап мүйізделе бастаған теріні жұмсартады. Күнде кешке қайталап тұрсаңыз, теріңіз жұмсарып ауырғаны басылады. Грибок майонездің 200 граммдық банкасына уксустың эссенциясын құйып, оған жұмыртқаны қабығымен салып қойыңыз. Стаканның қабырғаларына тимесін. Қараңғы жерде жұмыртқа толығымен еріп кеткенше тұрсын. Еріп болғаннан кейінгі жұқа пленканы алып тастаңыз. Ендігі жерде даяр болған ерітіндіге 1 шай қасық сары май қосып, араластырсаңыз қоймалжың май аласыз. Алынған жақпа майды басқа ыдысқа ауыстырып алсаңыз болады. Ертең ерте және кешке бүлінген тырнақтарыңызға жағып тұрғаныңыз дұрыс. Ол үшін ауру аяғыңыз немесе қолыңызды жақсылап бұлауға салып, шым-шым ыстық суға бұлаулаңызда, артынша құрғақ сүлгімен кептіре сүртіңізде жақпа майды жағыңыз. Тырнағыңыз болса 4 қабат дәкеге жағылған майды қойыңыз тырнақтың үстіне. Майды жағып болған соң сыртынан целлофан, оның үстінен бинтпен орап тастаңыз. Тырнақ жұмсарып көтерілген кезде дәз кеткен жерлерін қырқып тастаңыз. Грибоктың залалы бар тырнақ пен терінің тез жазылып кетуіне бірден-бір ем. Сүттігеннің бір түбірін 2-3 литр қайнаған суға салып, ыдысын жылы орап 2 сағатқа қалдырыңыз. Грибогы бар аяғыңызды немесе қолыңызды шым-шым ыстық тұнбада 30-40 минут ұстаңыз. 2 күн сайын қайталап отырғаныңыз жөн. Көшкен терілерді, қабықшаларды ақырындап тазалаңыз. Достар, видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Аман сау болыңыздар.